Сәлеметсіздер ме, менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге өзбекше сорпаны үйрететін боламын. Ол үшін бізге керек ет, чеснок, сарымсақ, сәбіз және картошка. Ең алдымен сарымсағымызды жақсылап турап аламыз. Содан соң сәбізімізді тураймыз. Одан кейін картошкамызды тураймыз. Чеснокты тураймыз. Енді қызып тұрған қазанымызға майды құямыз. Етімізді қызартып қуырып аламыз. Етіміз қызарғаннан кейін сарымсақ пен сәбізді саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Содан соң картошкамызды саламыз. Тұзымызды және томатымызды саламыз. Жақсылап араластырып, сосын су құятын боламыз. Сосын аскөкті саламыз. Аузын жауып, ақырын отта қайнатамыз. Мінеки ақырын қайнап жатыр. 1,5 сағатта қайнайды. Міне, өзбекский сорпамыз дайын болды. Осылай бөлек сүйекпен тарту етсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.